Көптеген адамдар үшін үй дегеніміз бұл жай ғана баспана, ал біздің отбасымызда үй дегеніміз бұл кішігірім ғана мектеп. Біздің шаңырағымыздың таңы ерте атып, шамы кеш өшеді. Неге десеңіздер, біз мұғалімдер династиясының мұрагеріміз. Бүгін біз сіздерге жүрегі білім деп соғатын бір әулеттің тарихын баяндап бермекпіз. Бәрі де атам мен әжемнен басталады. Атам 34 жыл бойы мектептің қара шаңырағында білім беріп, талай ұрпақтың қанатын қатайтты. Ал әжем болса, 32 жыл бойы шәкірттерінің анасындай болып, білім мен мейірімді қатар екті. Осы қасиетті эстафетаны әкем мен анам да қабылдады. Екеуі 20 жылдан бері мектеп шаңырағында білім беріп келеді. Олардың әрбір сабағы жаңа бір әлем, әрбір шәкірті өз баласындай. Біздің отбасымыздың жалпы ұстаздық өтілі 100 жылдан асып жығылады. Бұл дегеніміз бір ғасырлық білім мен тәрбие мектебі. Отбасы әр адамның өміріндегі алғашқы тәрбие мен білім ордасы. Ал біздің отбасымызда бұл ұғым ерекше мәнге ие. Себебі біз мұғалімдер отбасымыз. Ұстаздық біздің мамандығымыз ғана емес, өмірлік ұстанымымыз. Мен ұстаздар отбасында дүниеге келгенімді мақтан тұтамын. Себебі мен кішкентайымнан білімнің қадірін түсініп өстім. Ұстаз еңбегі өте бағалы еңбек. Олар қоғамның дамуына үлкен үлес қосады. Біздің үйде кітап ең қымбат қазынаның бірі. Бос уақытымызда бірге кітап оқимыз, оқығанымызды талқылаймыз. Бұл дәстүр бізге ойымызды еркін жеткізуге, дұрыс сөйлеуге және терең ойлауға үйретеді. Сонымен қатар біз шахмат ойнағанды жақсы көреміз. Шахмат арқылы мен сабыр сақтауды, алға жоспар құруды және әр қадамға жауапкершілікпен қарауды үйреніп келемін. Мен ересектерден ең алдымен еңбекқорлықты, білімге деген құрметті және адамгершілікті үйренемін. Олар маған әрқашан қолдау көрсетіп, дұрыс бағыт-бағдар береді. Біздің отбасымызда бір-бірімізге деген сенім мен сыйластық ерекше орын алады. Біздің отбасымызда мамандық таңдамайды, ол жүрекпен қабылданады. Мен ата-анамның шаршап келгенін, бірақ шәкіртінің бір жетістігі үшін көздерінің жайнап кеткенін көремін. Осы сәтте мен мұғалімдіктің жай ғана мамандық емес, ол жанкештілік пен махаббаттың жиынтығы екенін түсінемін. Атамның тақта алдында борыстаған қолы мен әкемнің заманауи интерактивті тақтаны меңгерген қолының арасында бір ғана ұқсастық бар. Ол ұрпақ тәрбиесіне деген адалдық. Біздің отбасымызда мамандық байқауына мен тек деректерді емес, жүрегімдегі мақтанышты алып келдім. Мен ұстаздар салған сара жолдың жалғасымын. Болашақта мен қандай мамандық иесі болсам да, отбасымнан дарыған адалдық, еңбекқорлық және білімге деген құштарлық қасиеттерін биік ұстаймын. Отбасы аман болсын, әр уақытта жақсылықтан ашып, баш-басын әсіресін. Аллаху акбар.